Ақшамды қайтармаймын, короче. Бекзат, ақшаны қайтарғанда бизнес екеуміздікі ғой. Екеуміз бірге ақша тіктік. Пайда көрсек, екеуміз бөлісеміз. Осындай кезде косяк менікі ма не? Осы бизнеске сен мені тартқансың. Не болды? Болмағанда кішкене сабыр етейік та болып қалар, Бекзат. Сабырын бір жерге тықпай, короче, мақұл ма? Не болды? Болады. Үйте қаламыз, бүйте қаламыз, байы қаламыз деген ғой. Не болды? Көт болды жұмыстың бәрі. Салған ақшамды қайтар, короче. Болмаса сен мен басқаша сөйлесем. Түсіндің ба? Мына ақшаң. Бұл енді басқа әңгіме болды енді. Бизнес демейтін болсаң, не аласың мен сияқтыларды уақытын алып? Түгел ма? Түгел, ойымдама. Болып бара жүр. Бұл екеуміз бірімізді жақсы көреміз. Кел. Рұқсат бәрі. Кел, Бекзат. Әзір мына ақшаңды алшы. Қандай ақша? Мен сенен алған ақшам. Біздің арамыз ақша жоқ, Бекзат. Әзір. Осы ақшаны ағалы бері өмірімнен береке кетті. Тыныштық жоғалды. Бала шағам ауырып, күндіз күлкі, түнде ұйқы жоқ. Мен қарғамашы өтініш. Ақшаны ал да, тыныштығымды қайтарып берші мен. Бекзат, мен сені қараған жоқпын. Егер біле білсең, кісінің ақысын жегенде Аллах тағала өз жазылып қояды. Ақшаң өзінде қалсын. Ең болмағанда ақшаны маған разы болып берші. Иә, разы. Өзінде қалсын. Разысың ғой. Әділ? Ақшаны ала салмадың ба? Өз аяғымен әкеп беріп тұр ғой саған. Азамат, жағдайын көріп отырсың ғой. Құдай оған онсыз да жазылып қойған. Не қыламын ақшасын? Қазір Құдайға шүкір жағдайым жақсы. Жек өнімдерін шығарып Қазақстанға таратып жатыр. Мен ол ақшадан даму разымын. Кезінде бірге жұмыс жасадық, болған жоқ, ұқсамады. Не қыламын? Одан жаман жек өнімдерін таратып, жағдайым жақсарып қалды қазір. Адамның ақысын жеу жаман екен. Одан да біздің жек өнімдерінің құртын же, сол жақсы. Алла